Сәлем достар, Baby Sara каналына қош келдіңіздер. Біз бүгін Қапшағайға баратынымызда түсінеміз. Қазір назаттарды салайық. Так. Біздің баллондарымыз. Қазір жолдан жейтін заттарды аламыз, то есть кеттік. Мыналар уж купальниктерін киіп алған. Давайте отырыңдар. Біз супермаркетке келдік. Қазір керек затымызды аламыз жолға. Не алсақ екен? Жолымызға керек заттарды алдық. Көп нәрсе алған жоқпыз, потому что біз плотный завтрак ішіп алғанбыз үйден. Банан да аласыз ма? А? Банан чай ма? Жоқ. Жолдамыз. Алматы Қапшағайдан қанша километр? 88 километр. Міне жазылып тұр екен ондай жерде. Где-то 1 сағаттан кейін Қапшағайда боламыз. 1 сағаттық жер ғой Алматыдан. Күн қатты ыстықта емес, салқында емес. Әдемі болып тұр. Дала кішкене жер болып тұр. Почти келіп қалдық, бірақ әлі жеткен жоқпыз. Почти келіп қалдық, мынаяқта көрініп тұр Қапшағай уже. Жан-жағы шапалақ ұрып жатыр едіңдер ғой, ұрсаңдаршы тағы. Міне келдік, уже міне Қонаев деген жазылып тұр. Қонаев қаласы кішігірім қала. Мына жерде не бар? Ресторандар, кафелер, еще бір детский лагерь бар мына жерде. Балаларға арналған балдәурен. Адам аз сияқты, біз алдын келгенде көп тұғын. Қараңыздар қандай күшті. Адам аз екен күшті. Енді көбісі кет қалды, бәрі уже қайтты, сабақ басталады. Жаңбыр жауған ау деймін кеше, е? Кеше жаңбыр жауған ау деймін. Мыналар уже дайын. Сара, сен нең қайда? Аяқта уже қазір. Суды көрейік. Вау! Хоть чуть-чуть бар екен болды. Біз бір ретте келдік қой, вообще жоқты. Су жылы ма көріңдерші? Жылы ма? Давайте. Жылы дейді ғой? Ана жақта немен кетіп баратыр, атын не дейді еді? Адам аз, вообще жоқ адам. Қараңыздар, рахат. Бүгін күшті демалатын болдық енді. Өзімді бір рет көрсетіп қойайын. Қазір заттарын бәрін түсіріп, сосын суға түсеміз. Төсеп қойдық, төсенішіміз. Сосын нелерді шығардым. Қазір суға түсіп, сосын кішкене жеп аламыз. Мынау песочник. Давайте. Суды көрейік. Адам жоқ вообще. Сосын бір жақ жер Қапшағай терең емес, кішкентай балаларға шомылуға ыңғайлы. Кән, давайте. Күшті ма?
кішкене салқын дейді бүгін. Потому что кішкене жел. Ары қарай бармаңдар. Сара! Амир! Привет! Асты құм ғой, қараңыздар. Ар жақта Амир вовсю ойнап жатыр. Кән, Амир не істеп жатсың? Вау, мынау не? Күшті ғой, мынау черепашка, осьминог, крокодил. Молодец, Амир. Вау! Қандай күшті. Мына жақта қараңыздар, Сара не істеп жатыр? Замок істеп жатыр песоктан. Қараңыздар, қандай күшті замок. Мынау не ғой? Песоктан просто осындай замок істеді. Сара, қалай істеп жатсың? Қай көрсетші? Қараңыздар. Вау, күшті. Необычный замок қой, мына қараңыздар, үлкен. Лопатка, қазір лопатканы алайын. Ма, Сара. Мына жақта Амир тоже бірдеңе істеп жатыр. Давай. Амир, жылындың ба? Біз суға түсіп болдық. Енді қазір кішкене жеп аламыз. Стаканға соқтарымызды құйып. Амир, ұнап жатыр ма саған? Амирға ұнады. Амир әбден құммен ойнады, песокпен. Яқты тайыр, аяру. Қазір кішкене тамақтанып, сосын қайтадан суға түсетін боламыз. Яқты Сара да келді суға түсіп. Дала күшті болып тұр енді. Бізге ас болсын. Ас болсын, балалар. Күшті ойнап жатсыңдар ғой. Мына жақта мыналар үстерін құммен жауып жатыр. Давайте. Аяруды көміп тастаңдар. Жақта Тайыр мен Сара аяруды көміп тастады песокқа. Қараңыздар, қалай көмдіңдер? Давай, тұр енді, давайте. Демалып болдың ба? Қарасай аяруды, Амир. Амир, аяруды қарасай. Амир, аяру сен бүкіл жерің песок болды ғой. Су жерге жатып ал енді. Бізде күшті демалыс болды, енді үйге қайтып жатырмыз. Балалар машина отырып бәрін жинап, сырларымызды жинап. Сара саған ұнады ма? Сара шашын қандай болып кеткен? Амир, не істеп отырсың сен? Амирдің аузында құрт. Енді біздің каналымызға осы видеомыз ұнаса, комментарийға жазып кетіңіздер. Комментарий қалдырыңыздар, лайк басыңыздар и подписаться етіңіздер, бізде қызықты видео күтіңіздер. Біз үйімізге қайттық. Пока. Амир, пока десе сау болыңыздар. Сау болыңыздар.